Әзірет Біләл Хабашидың азапталуы. Дінге жасырын шақыру кезеңінде исламды мойындап, сол үшін мүшриктердің аяусыз азаптауына душар болған алғашқы мұсылмандардың бірі Біләл Хабаши аталып кеткен Біләл ибн Рабах. Әзірет Біләл мұсылмандардың қас жауы Умайя ибн Халафтың құлы болып жүргенде, Әзірет Әбу Бәкірдің себеп болуымен мұсылмандықты қабылдаған. Қасқағым сәтте көңіліне қонған иман нұры Әзірет Біләл үшін батылдықтың қайнар бастауы болды. Құл бола тұрып, қожайыны мен мүшриктердің ауыр азабына кеудесін керіп, иман келтіргендігін ашық түрде жария етті. Рас, имансыз жүрек тастан да қатты. Алладан қорықпайтын ұждан жартастан да сезімсіз. Жүрегі тастан метін. Ұжданы жақсылыққа селт етпейтін адам аталатын екі аяқты мақұлықтан мейірімділік күту де ерсілік. Мұндайлар жыртқыш хайуаннан бетер. Исламның ата жауы Умайя ибн Халаф та осындай қара пиғылдардың бірі. Әзіреті Біләл осы жауыз мүшриктің басыбайлы құлы еді. Дұшпанның көзімен қарағанда Әзірет Біләлдің бір Аллаға иман айтып, оның елшісін мойындауы кешірілмес күнә. Сондықтан қожайыны байғұс құлдың басында әңгір таяқ ойнатып, ойына келгенін істеді. 24 сағат бойы ас сусыз байлап, кейде мойнына қарғыбау салып, бала шағаға ит сияқты жетектетіп, көше-көше аралатқызатын. Умайя ибн Халафтың ешбір жазасы оны дегеніне жеткізбеді. Әзіреті Біләл иманмен көңілі бір жола тұтасып, Аллаға бар ықыласымен берілген еді. Жүрегі Әзірет Мұхаммедке деген сүйіспеншілікпен толып тасып, қанша қиналса да, алған бетінен қайтпауға бекінген. Қорлық пен зорлыққа тістеніп тұрып, мүшриктердің алдында жаратушысының бірлігін айтудан жалықпады. Қинаған сайын қуаттана түскендей. Аллаху ахад, Аллах жалғыз, Алла біреу, Мұхаммед оның елшісі деуден танбаған. Умайя ибн Халафтың көздері қанталап, қайтсем де дегеніме жетем дегендей, Әзірет Біләлді шыжыған ыстықта далаға қайнаған тас пен құмның үстіне жатқызып, аузына қурап кеткен бір кесек етті тығып, кеудесін ауыр таспен бастырып, я сен өліп, аузыңа құм құятын боласың, я да Мұхаммедтің дінінен безіп, Лат пен Уззаға табынатын боласың. Арманыма жеткенше азабыңды арылтпаспын деп күрілдейтін үстіне төніп тұрып. Бірақ та жан тәнімен иманның күшін сезінген Хазіреті Біләл қиналып жатып, мен Лат пен Уззаны өлсем де мойындамаймын. Алла біреу, менің тәңірім жалғыз Алла. Оның ортағы да, серігі де жоқ, болуы да мүмкін емес. Алла, Алла, Алла деп ышқына айғайлаумен болды. Мұны естіген қожайынның қаны басына теуіп, нөкерлеріне бұйырып, Хазірет Біләлді сау тамдығын қалдырмай сабап, есінен тандырып, шіліңгір аптапта далаға тастап кететін. Хазірет Біләлдің осынша ауыр азаптан қорғанар сауыты жүрегіне мықтап орныққан иман еді. Иман бүкіл денені жалғыз құдіретке бағындыратын иман. Хақ тағаланың ұлылығына сенім, шексіз берілушілік, адам баласы үшін таусылмас таяныш, сарқылмас сүйеніш. Бұл адамзат жаратылғалы бері өлмей жалғасын тауып келе жатқан асыл да қасиетті қағида. Өкініштісі, пендешілік осының парқына барғыза бермейді. Аллаға иманы күшті адамды мұны өмірде ешкімде, ештеңеде жеңе алмайды. Әзірет Біләл асқан қаһармандығымен иман нұр, әрі қуат, нағыз иманды адам, күллі әлемді аузына қарата алады деген ақиқатты айғақтағандай еді. Әзірет Біләлді ұрып соғу, тепкілеп төмпештеу күн сайын, сағат сайын жалғаса берді. Бір күні сол маңнан өтіп бара жатып, осындай азапты оқиғаның куәсі болған Әзірет Әбу Бәкір Умайяға, сен Құдайдан қорықпайсың ба? Бұл байқұсты қашанға азаптай бермексің деді. Жаның ашып қалыпты ғой. Шындыққа келсек, өзің кінәлісің. Сенімін өзгертіп, қайдағы жоқты шығарып жүргендердің бірі сен емессің бе? Дым білмегенсіп, жанашыр бола қалыпсың ғой енді. Шын аясаң, сатып алып құтқармайсың ба деді Умайя кескінмен. Әзірет Әбу Бәкір, ей Умайя, менің қол астымда сенің дініңді ұстанатын бір құл бар, өзі еңгезердей, Біләлден әлде қайда күшті. Соны саған берейін, ал Біләлді маған бер, айырбас жасайық деді. Жарайды деді Умайя. Артынша әлгі айтқан құлыңды әйелімен қоса бересің онда. Хазірет Әбу Бәкір
мақұл деп келіскендігін білдірді. Сол-ақ екен, Умайя жымысқыланып күлді де, «Құлыңның әйелімен қоса қызын да бермесең болмайды» деді. Әзірет Әбу Бәкір бұған да бас изеді. Бірақ жексұрын Умайя мұнымен де тынбай мазақ қылғандай, «Үшеуіне 200 динар қосып бермесең келіспеймін» деп қиқарланды. Бұл жолы Әзірет Әбу Бәкірді ашу қысты. «Неткен ұятсыз едің, беретін түріңде жоқ, кімді ақымақ етіп тұрсың» деп төніп келді. Умайя қорқып кетіп, «Жоқ, Лат пен Уззаның атымен ант етемін. Осы сұрағандарымды берсең, Біләл сенікі» деп кері шегіншектеді. Әзірет Әбу Бәкір айтқандарын беріп, Әзірет Біләлді залымның қолынан құтқарды. Құтқарып қана қоймай, оған бас еркіндігін берді. Көп ұзамай Біләлдің анасы Хамаманы да сатып алып, күңдіктен азат етті. Біләл Хабаши пайғамбарымызға шын берілген бір туар азамат, мұсылман қауымның алғашқы азаншысы. Оны пайғамбарлар сәруары Әзірет Мұхаммедке деген сүйіспеншілігін айтуға тіл жетпес. Бір сәтке де қасынан ажырамайтын. Екі дүниенің сұлтаны Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ақыретке аттанғанда қайғырып Мәдинеде қала алмай, Шамға кетіп қалған. Сол тұстағы халифа Әзірет Әбу Бәкір Біләлдің алысқа кеткенін қаламай, қанша жібермеуге тырысса да, Әзірет Біләл: «Уа Әбу Бәкір, рас, сен мені құлдықтан құтқардың. Егер мені өзің үшін азат еткен болсаң, онда алып қал. Ал егер Алланың ырзалығын көздеп, сатып алған болсаң, еркіме жібер. Алланың жолында жихадқа қатысайын» деді. Әзірет Әбу Бәкір рұқсат берген соң, Хазірет Біләл Хабаши Шамға барып, ислам туын көкке көтеріп, бірнеше соғысқа қатысқан.